Мақсатты дұрыс қоямыз. Қалай жоспарлы түрде мақсатты қоюды білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Қолдауыңызға рахмет. Жалпы адам тез және тиімді мақсатына қол жеткізуге болады. Ол үшін адам өзінің ойындағы, армандағы, алға қойған мақсаттарының қаншалықты орындалғанын немесе орындалмағанын еске түсіру арқылы білуге болады. Мысалға, сіздің ойға алған мақсаттарыңыз, ойға алған жоспарларыңыз орындалып жатса, демек сіздің мақсат қою өнеріңіз бар деген сөз. Ал егер мақсаттарыңыздың ішіндегі, мысалға, жоспарлы түрде 10 мақсат қойдыңыз, соның ішіндегі біреусі орындалмай қалса, демек сізде өсу процесі жүріп жатыр деген сөз. Енді осы барлық мақсаттарға бір қарағанда шындыққа жанаспайтын нәрселер болуы мүмкін. Сол нәрселерді тезірек, мақсатқа тезірек қол жеткізу ресурстарын үйренуге болады. Ол үшін ағылшын тіліндегі мына бір сөз бар, смарт деген сөз бар. Ағылшын тіліндегі аудармасы ақылды, ұшқыр дегенді білдіреді. Ал егер ол сөздің әріптерін жекелей талқылап келетін болсақ, бізде алдыға нақты мақсат қою жоспары шығады. Мысалға алатын болсақ, specific, яғни нақтылық. Мақсатыңыз нақты, айқын болу керек. Екі ойлы мақсат болмау керек. Екінші, measurable, яғни measurable деген өлшенген, яғни сіздің мақсатыңызда нақтылық өлшенген болу керек. Мысалы, сізге ақша керек болатын болса, маған 2 миллион доллар керек, не болмаса, маған 2 миллион теңге керек деген сияқты ақшаға нақтылық болу керек. Не болмаса, сіз белгілі бір затқа жеткіңіз келіп жатыр, мысалға, маған Bentley алу керек, сол 2 миллион доллар тұратын машинаны аласыз, не болмаса 2 миллион теңге тұратын машинаны мақсат тұтасыз. Үшінші, attainable. Бұл қолжетімділік, яғни қол жеткізуге болатын мақсатқа жетуге болады. Яғни мүмкін емес мақсатқа, қол жетуге мүмкін емес мақсат қоятын болсаңыз, оған көп уақытыңызды, өзіңіздің көп энергияңызды құртып алуыңыз мүмкін. Сол себептен мысалға қоямыз ғой, Bentley алу, машина алу немесе Марсқа ұшу деген екі мақсатымыз болса, бізге машина алу үшін белгілі бір сумма қажет. Мысалға, машина алу үшін сізге мысалға Lexus 570 алғыңыз келді, соны мақсат тұттыңыз. Сізге қанша миллион теңге керек? 50 миллион теңге керек. Оған қол жеткізуге болады, оңай қол жеткізуге болады. Ал сізге Марсқа ұшу керек болса, онда сізге миллиардтаған доллар табыс тауып, және ғаламшарды зерттеулерге біраз уақытыңыз кетеді. Төртінші, relevant, яғни өзекті. Бұл жерде мақсаттың ақиқаты анықталады және бейтаныс бөлінген қосалқы ішкі тапсырмаларды орындауға нақты мақсатта жетеміз ба? Яғни нақты мақсатымызға іштегі тапсырмаларды, өзекті мәселелерді орындауда қол жеткізуге болады ма деген сөз. Мысалға, пәтер сатып алу деген мақсатты қойдыңыз, ішкі тапсырмаңыз көңіл көтеру үшін сыра ашу деген тапсырманы орындағысы келіп жатыр. Яғни сіз сыра ашып жүрген кезде сіздің бастапқы нақты мақсатыңызға жету мүмкін емес. Бірақ көңіл көтеріп жүрген кезде кез келген жағдай болуы мүмкін. Мысалға, ұтыс ұтып алуыңыз мүмкін, лотереядан жүлделі болып қалуыңыз мүмкін, күтпеген жерден аяқ астынан деген сияқты әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Көбірек сәйкес келетін қосалқы тапсырмалар, яғни өзекті мақсаттардың ішінде қосалқы тапсырмалардың біріне біліктілікті арттыру курстары, яғни өзімізді дамыту курстары, не болмаса ақысы жақсы жұмыс табу деген сияқты қосалқы тапсырмалар орындалуы керек. Бесінші, time bound, яғни шектеулі уақыт. Нақты, айқын, өлшенген
өзекті тапсырмалары бар мақсатымыз уақыты шектеулі болу керек. Яғни мақсат қоюда оған жету уақыты анықталу керек. Мысалға сізге пәтер алу керек болды ма? Пәтер алуды мақсат тұттыңыз ба? Сіз белгілі бір уақыт ішінде сол мақсатқа жетуіңіз керек. Мысалға мен осы жылдың аяғына дейін пәтер алғым келеді деп нақты уақытын көрсетуіміз керек сол мақсатқа. Ал әйтпесе өйтіп уақыт шектеулі қоймаса, шектеу уақытын қоймаса, болмайтын мақсатқа біз бүкіл өмірімізді арнап жіберуіміз мүмкін да. Сол үшін біз мақсатты дұрыс, нақты, өзекті, уақытын шектеулі қылып қоюымыз керек. Жоспарлы түрде, мақсатты жоспарлы түрде қоюымыз керек. Осы 5 мақсатты біз жүйелі түрде орындасақ, 5 мақсатты жүйелі түрде қолға алсақ, біз өзіміздің нақтыланған бастапқы бірінші мақсатымызға оңай қол жеткізуге болады. Мысалға айтатын болсақ, мен қаладан жаңа ғимараттардан 3 бөлмелі пәтер алғым келеді. Және бұл нақты, және оған қол жетімділігі үшін, өзекті болу үшін мен оған жоспарлы түрде ішкі тапсырмаларымды соған арнаймын. Егер мен өзімнің жаңағыдегі нақты бастапқы мақсатымды 3 бөлмелі пәтер алу деген мақсатымды, ішкі өзекті мәселелерімді, өзекті тапсырмаларымды басқа жаққа бұратын болсам, онда менің нақтылық бастапқы бірінші мақсатыма жетуім екіталай болады. Сонымен қатар, ол пәтердің біз қай ауданда екенін біліп, сол аудандағы пәтердің құны қанша екенін анықтаймыз. Сол бойынша біздің қосалқы қолжетімділік критерийлерін жүзеге асырамыз. Яғни ішкі тапсырмаларымызды сол арнаға бұрамыз. Яғни нақты мақсатқа, бірінші мақсатымызға жету үшін біз өз мүмкіншіліктерімізді, өзіміздің ішкі тапсырмаларымызды дұрыстаймыз. Мысалға, егер сіз жұмыссыз болатын болсаңыз, онда сіздің бастапқы нақты мақсатыңызға жету мүмкін емес. Ол кезде сіз бірінші жұмыс табуыңыз керек, біліміңізді арттыруыңыз керек. Сол сияқты, егер сіздің біліміңіз болмаса, танысыңыз болмаса, жұмысыңыз болмаса, нақты бірінші қойған мақсатыңызға жету мүмкін емес. Сол себептен бірінші сіз жұмысқа тұрасыз, біліміңізді арттырасыз ең алдымен, одан кейін жұмысқа тұрасыз, содан кейін барып бірінші мақсатыңызға, яғни пәтер алу мақсатыңызға жетуіңізге болады. Егер сіз жоспарлы түрде біліміңізді арттырып, жақсы жалақысы бар жұмысқа орналасып, мақсатыңыз жүйелі түрде іске асып келе жатса, демек сіздің жұмысыңыздың 50% орындалды деген сөз. Яғни сіздің мақсатыңыз жоспарлы түрде дұрыс қойылды. Оны ары қарай қалай жүзеге асыру керек? Мүмкін оны сіз ғаламшарға, бүкіл әлемге сұраныс жіберіп орнатасыз ба, орындайсыз ба, жоқ әлде сол нақты мақсатыңызға жету үшін жердегі жаңағыдегі өзіңіздің әдістеріңізбен табысқа жетесіз ба, жақындатасыз ба мақсатыңызды, ол өзіңіздің еркіңізде.